Біргеміз білім жалпыұлттық жобасы Ақтөбе облысында. 2020 жыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен волонтер жылы деп жарияланды. Волонтер жылы аясында ел азаматтарын ортақ мүддемен игі мақсаттарға жету жолында бірге қызмет етуге шақырған біргеміз саулық, біргеміз таза әлем, біргеміз қамқор, біргеміз үміт, біргеміз сабақтастық, біргеміз асыл мұра және біргеміз білім атты жалпыұлттық жобалары жүзеге асырылуда. Аталмыш жобалар Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік грант аясында ұйымдастырылады. Еліміздің барлық өңірлерін қамтыған жалпыұлттық жобалардың бір бағыты біргеміз білім. Біргеміз білім жалпыұлттық жобасының мақсаты ауылдық жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық, ағылшын тілін үйрену, компьютерлік және құқықтық сауаттылық, пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаға дайындық бойынша волонтерлық көмек көрсету. Жобада арнайы іріктелген 100 волонтер ауылдық жерлердегі орта мектептердің кемінде 1000 оқушысына жоғарыда аталған бағыттар бойынша тегін білім беру қызметтерін көрсетеді. Ақтөбе облысы бойынша біргеміз білім жалпыұлттық жобасында тәжірибелі мұғалімдер, ғылым магистрлері мен белсенді студенттер волонтерлық қызметпен айналысуда. Ауыл жастарына сапалы білім беру арқылы келешектің іргесін бірге қалауға белсене кіріскен волонтерлар арнайы дайындық курстан өтті. Оларды іріктеу экспертті кеңестің талаптары негізінде жүргізілді. Қоғам белсенділері, жоғары оқу орындарының ғалымдары, мектеп директорлары және облыстық білім басқармасының білікті мамандарынан құрылған экспертті кеңес жұмыстың сапалы атқарылуын бақылап, ауыл жастарына көмек беруге бағытталған жобаға жан-жақты қолдау көрсетуде. Ақтөбе облыстық білім басқармасы, Ақтөбе облыстық жастар ресурстық орталығы және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті біргеміз білім жалпыұлттық жобасын қолдау мақсатында игі бастамаға өз мамандарын жұмылдыруда. Бірлік төбе тірлік деген ұлы қағиданы берік ұстанған халқымыздың біртуар азаматтары мен белсенді жастары біргеміз білім жалпыұлттық жобасы аясында нағыз жауапкершілік пен жанашырлықтың үлгісін көрсетуде. Жобаның арқасында бүгінгі заманның білім бәйгесінде ауыл жастарының оза шабуына мүмкіндік туып отыр. Кемел келешектің іргесін бірге қалауға әркім өз үлесін қоса алады. Біз біргеміз. Ақтөбе облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы, Білім академиясы мекемесі.